Сендердің ойларың шауыл. Болды, қайдағы жоқты айтпаңдар. Тиманың терезеден шығып кетуі мүмкін емес. Ол тым тар ғой. Қарасаңдаршы, тіпті басым да сыймайды. Ол терезеден қашып кетті. Уайымдама, Лала. Басты сабыр сақтау керек. Уайымдап тұрған жоқпын. Тиманың үйден кетіп қалуы мүмкін емес. Бір жерде тығылып ұйықтап қалған шығар. Әрине, сол баяғы Тима ғой. Тоқташы, ол неге қашып кетті? Мұның бәрі Лаланың кесірінен. Немене? Жағдай бұлай болды. Сау болыңыздар, Сұлудың ата-анасы. Сау бол, Бота. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Есік ашылмай қалды. Енді олар кіре алмайды. Біз осында қамалып қалдық. Мәңгілікке. Бәрі басқаша болды. Тиманы қорқытпадың демексің бе? Әрине жоқ. Жағдай бұлай болды. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Ешқашан. Олар сені ешқашан тастамайды. Бірер минуттан кейін қайтып келеді. Себебі сені қатты жақсы көреді. Лала, рахмет, сен әлемдегі ең керемет әпкесің. Лала, мүмкін сен менің де әпкем болғың келер? Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!